Баршаңызға сәлем. Бүгін малиновый тарт дайындаймыз. Дәмі енді керемет, қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Песочный қамыр дайындау керек. Жұмсақ сары майдың үстінен қаймақ, қант, ұн және де разрыхлительді қосып жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр дайын болғаннан кейін холодильникке 10-15 минутқа салып алып, одан соң бірден жаямыз. Формаға осылай жайып, осылай саласыз үстіне барлық жерін жақсылап орналастырыңыз, себебі кескен кезде бір жері кішкентай болып кесіліп қалса, ол піскеннен кейін форма өзін кішірейтеді. Енді пешке жібереміз, ол уақытта кремін дайындауға кірісеміз. Творожный сыр, сливки және сгущенканы араластырып, осындай крем дайындап аламыз. Одан соң бетіне құятын ганашты дайындаймыз. Ыстық сливкенің үстінен ақ шоколад және сары майды қосып, осылай ерітеміз. Песочный қамыр міндетті түрде суыту керек. Одан соң осылай кремді, малина, сосын бетіне ганашты құямыз. Барлығын осылай жақсылап құйып алғаннан кейін, жаңа холодильникке стабилизацияға 1-2 сағатқа қойып алыңыз. Одан соң дастарханға ұсынсаңыз болады, немесе қонағыңызға апарсаңыз керемет десерттің бірі. Қыздар, өзім бірінші рет жасап көрдім. Дәмі енді қатты ұнады. Дәмі мороженый жеген сияқты боласыз. Дәл өте керемет. Мынау қышқыл дәм береді және кремнің дәмі тәтті. Енді айтатын сөзім жоқ, қыздар, міндетті түрде жасап, сосын дәмін көру керек. Ас болсын.